Сәлем баршаңызға, бүгін осындай балапандарға арналған тігілуі өте оңай юбка тігетін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыз, және де видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Олай болса бастаймыз. Бізге қажетті материалдар: атлас матасы, фатин және де белге арналған резинка. Негізгі матамыз ең арзан атлас матасы болатын. Яғни атлас матасының ұзындығы және енін қазір видеода көрсете өтемін, және де жазып алғандарыңыз жөн. Мен бұл юбканы 3, 4, 5 жас аралығындағы қыздарға арнап тіктім. Яғни ұзындығы 130 см, ені 30 см негізгі мата. Фатин матасын негізгі матадан 5-6 см-ге ұзын етіп алдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, ені жағынан кішкене үлкен. Тігуге кірісеміз, яғни негізгі матаның ұзындығы бойынша екі шетін ішке қайырып тігеміз. Өйткені атлас матасы өте сөтнегіш болып келеді. Сол себепті осылай жақсылап ішке бір қайырып тұрып тігіп шығамыз. Негізгі матамыздың екі шетін осылай ішке қайырып болғаннан соң, түзу тігіс программасын ең үлкен размерге ауыстырып аламыз. Машинкамыздың түзу тігіс функциясын ең үлкен размерге қоямыз, яғни менде 4-4 размерге қойдым. Енді негізгі матамен фатин матасын біріктіреміз, яғни негізгі матаның оң жақ бетіне фатин матасын қойып, ұзын түзу тігіс тігіп шығамыз. Бұл тігіс біздің юбкамыздың складкасын жасауға қажет болады. Яғни матамызды тігіп болдық. Енді видеода көріп тұрғандарыңызда екі жіп қалды. Екі жіптің біреуін ғана тарта отырып, осындай әдемі бір келкі складкалар жасап шығарамыз. Қолмен көктеп тігіп складка жасағанға қарағанда осылай машинканың көмегімен тіккен өте қолайлы болды. Егер сізге бұл тігіс ыңғайсыз болса, онда қолмен көктеп шықсаңыздар да болады. Мінекей өте әдемі, аккуратный складкалар пайда болды. Енді резинканың ұзындығын, яғни баланың белінің размеріне қарай өлшеп аласыз, және матамыздың складкасын да осы резинаның ұзындығымен бірдей етеміз. Яғни біздің негізгі матамызды резинканың сырт жағына қойсаңыздар да болады, ол да әдемі көрінеді. Не болмаса резинканың ішкі жағында, менің жағдайымдағыдай резинканың ішкі жағына тігіп жіберсеңіздер болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай иненің көмегімен резинкаға бекіте отырып, бір түзу тігіс жасап шығамыз. Енді юбканың шеті ғана қалды. Шетін әдемілеп бір тігіспен тігіп, оны оверлокпен жүргізсеңіз болады. Не болмаса менің жағдайымдағыдай зигзагтың көмегімен атлас матамыз сетінеп кетпес үшін зигзагпен бір ұзын тігіс жүргізіп өтеміз. Осылайша біздің юбкамыз дайын, ешқандай лекаланы, өлшемді қажет етпейді, және де 5-10 минуттың ішінде осындай өте әдемі пышный юбка тігіп алуларыңызға болады. Егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, егер юбкам ұнаған болса, қандай да бір комментарий қалдыра кетіңіз. Пайдаларыңызға жарасын. Сіздермен болған Айгерім.